Қайырлы күн, Сыр Алаштың анасы демекші. Қызылорда қаласындағы іргелі оқу орны, 80 жылдық тарихы бар, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетімен сіздерді таныстырып өтсек. Біздің университетіміздің ерекшелігі неде? Біздің университетімізде ғылыми зерттеу және оқу зертханалық жабдықтармен жабдықталған 10 оқу ғимараты бар. Сонымен қатар студенттерге барлық жағдай жасалған 5 жатақхана мен 2 миллионға жуық қоры бар кітапханалар жұмыс жасайды. Және ең маңыздысы, университетімізде 54 бакалавриат, 29 магистратура, 9 докторантура бойынша әлемнің үздік технологиясының көмегімен 5000-ға жуық студент сапалы білім алуда. Сонда 54 бакалавриат дегеніміз 54 мамандық қой. Дұрыс айтасың. Кез келген университеттің білім сапасы оның білікті маманымен есептелінеді. Біздің университетіміздің түлегі Зухра Арынова тез арада қатып қалатын бетон ойлап тапты. Және соның арқасында алда келе жатқан Экспо 2017 көрмесінің құрылысы 4 жылдан небәрі 2 жылға қысқарды. Менің алып қосарым бар. Ал біздің түлегіміз Илья Ильин әлемнің 4 дүркін чемпионы. Бұл дегеніміз біздің университетімізде салауатты өмір салтын ұстануға барлық жағдай жасалған деген сөз. Университетте Сейхун спорттық сауықтыру кешені жұмыс жасайды. Сонымен қатар 7 спорт зал, 3 жазғы спорт алаңы жұмыс жасайды. Және де бодибилдингке арналған зал бар. Біз үшін әрбір талапкер маңызды. Дұрыс айтасың. Университетімізде студенттер қатарына қабылдау кеші өте жоғары деңгейде атап өтіледі. Университетіміздің студенттерінің өмірі қызықты өту үшін 14 ұйым жұмыс істейді. Оған дәлел университет студенттерінің арасында өткізіп тұратын әртүрлі ойындар. Жақында ғана өткен Тюмбилдегі ойыны. Студенттерімізге білім алумен қатар өнермен шұғылдануға барлық жағдайлар жасалған. Мысалға алатын болсақ, жайдарманшылар, Қорқыт құрамасы. Қорқыт жастары. Біздің университетті не үшін таңдау керек? Себебі жас түлектердің көбісі арманшыл келеді. Яғни үлкен қалаларда білім алғысы келеді. Бірақ маңыздысы қай қалада білім алғаның емес, қай шаңырақта, қай білім ордасында білім алғаның сіздерді құмыл шақырады.